Бізге теңделетіндер жоқ. Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Juice English. Бүгін бізде асыға күткен Speaking Club. Бүгінгі блогта сіздермен бірге Speaking Club'тағы қызықты моменттермен және де эмоциялармен бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Amazing. Сіздер студентсіздер ме, оқушысыздар ма жалпы? Оқушы? Студент, very good. Amazing, yeah, see you later, guys. Сөйлесеріңіздер, давайте өздерін таныстырыңыздар. Окей, дәл қазір біз келген студенттермен бірге осы Speaking Club'та танысып жатырмыз. Жалпылама енді әлі біраз келетін студенттер бар, бірақ келгендермен танысып, не үшін ағылшын тілін үйреніп жүргендерін, не үшін біздің Juice-ға оқитындарын, не үшін енді оқиын деп жатқандарын сұрап жатырмын. Okay, guys. Hello, everyone. Сіздер танысып қойдыңыздар ма уже? Ойбай, не деген тезсіздер? Тағы деңгейлеріңіз қандай сіздердің білсіңіздер ма? Сіздің есіміңіз? Ернұр. Juice-ді оқисыз ба? Қай бірінші потокта, қай деңгейде оқисыз? Very good, amazing. Ұнап жатыр ма? Ұнай ма, точно? Ол все, алдамаңыздар десең. Жалпы, тағы? Intermediate level, very good. Upper intermediate. Қайша, тағайтшы десең. Okay, very good. Қуаныштымын. Көргеніме қуаныштымын, келгендеріңізге рахмет. Давайте, сіздер оқисыз ба Juice-ді? Қай неде, левелда? Қазір сіздермен бірге оқушылардан Speaking Club'тан қандай эмоция, қандай сезім күтетінін сұрайтын боламыз, кеттік. Сәлеметсіз бе? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Давайте общий сұрайыншы барлықтарыңыздан. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Күшті емес сияқтандай, бәріңіз күшті. Давайте, бәрі көңіл-күйлеріңіз қалай? Күшті! Бүгінгі Speaking Club'тан не күтесіздер? Күшті нәрсе күтеміз. Күшті эмоция. Давайте, бәріміз бір-бір сөзден айтшайық. Күшті эмоциялар. Жаңа таныстық. Главный миспалды көрдім, вот күшті. Интересное времяпровождение. Развивать навыки в спикинге тоже. Good experience. Вау. Жаңа орта. Все, керемет. Рахмет, сіздерге сәттілік. Ұнайды деген ойдамыз. Келесі топ бізде осы жақта отырған. Сәлеметсіздер ме? Ана жақ қалай айқайлаған естідіңіздер ма? Күшті деп, давайте сіздер одан да қатты айқайлаңыздар. Эмоциялар, жоқ, көңіл-күйлеріңіз қалай деймісіздер бәріңіз? Деп, давайте. 1, 2, 3, көңіл-күйлеріңіз қалай? Керемет, бүгінгі Speaking Club'тан не күтесіздер? Жаңа достық, жаңа эмоция и және де новый формат. Все, рахмет. Сәлем. Ана екі жақ қалай айқайлаған естідіңіздер ма? Сіздер олардан қалқаласыздар ма не? Все, давайте, кәме айтам. Көңіл-күйлеріңіз қалай деймісіздер? Наяқ башы андай құлайтындай болып кетсін, давайте. 1, 2, 3. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Бүгінгі Speaking Club'тан не күтесіздер? Speaking Club'та ма? Миспалдың бізге поддержка беріп, мотивация берген күтеміз әрине. Және? Оқуға. Және Гарри Поттерді күтіп отырық бәріміз. Гарри Поттерді ма? Келеді. Сіз не күтесіз? Мен жақсы көңіл-күй, жаңа таныстықтар, және де спикинг дамытқым келеді. Болды, иә. Удачи. Оқу туралы, саяхат туралы қандай бір сұрақтарыңыз бар болса қойсаңыздар болады. Мен жауап берем. Негізі көп жауап бере бермеймін, давайте. Андай, tea-time өтеді қандай болайық та? Өтесіздер ғой tea-time сіздер, иә? Сонда давайте солай өтейік, пока что басталғанша. Америкада Мичиган штатында болдым. Ол солтүстік жағында Канадамен шекаралас болады. Өте суық, Астана сияқты. Астана қандай суық, тура сол сияқты суық, бірақ андай жәндік, дымсыз болды да, сол үшін керемет болды мен үшін, потому что мен өте қорқамын да нелерден. Сол үшін де Мичиганда болдым, 1 жыл өмір сүрдім сол жақта.
танымаған, прикиньте. Параллель сыныптағы біреуді мынаны танисың десе, мен даже атын да білмегенмін. Параллель сынып, мен басқа сыныпта тұрған жоқпын, басқа мектепте. Сондықтан өте шай болдым, бірақ Америкаға барған кезде бір өзіме қатты өткен бір фраза бар, оқушыларыма да айтамын. Егер сен интроверт болсаң, тіл үйрене алмайсың. Өзің интроверт болсаң да сен өзіңді күштеп экстраверт болу керексің, өкінішке орай. Сондықтан бір андай қазір бүйтіп отырсаңыздар, шынымен тіл үйрене алмайсыздар. Қазір егер де сіз Гарри Поттер сериалын қараған болсаңыз, сериал не сықпасын ба? Гарри Поттер фильмін қараған болсаңыз, біздің Мисс Бал қазір Гарри Поттер сериалындағы факультеттермен танысуда. Слизерин деген секілді. Мен де қарамағым Гарри Поттер. Бай. Тамақ. Достар. Мен өзім асқа күткен тамақ. Бұл кейк. Вот, біреуін көрсетейін қазір. Гарри Поттер деп тұр. Мен жеген оқушы өте бақытты. Мен егер де Джуз English оқушысы немесе қараушысы болсам, мен міндетті түрде келетін. Басқа осы үшін. Мынау үшін. Ұрлап кетеміз өмірі. Қазір арт жақта не болып жатқан көрейік. Әкеліп жатқанына сендімін. Вау! Тоқта. Мынаны қара. Бізде оқушыларда кішкене қатырақ жас көреді. Вот. Осы үшін келу керек қой, Speaking Club'қа. Бүгінгі блогта мен Speaking Club'қа не үшін келу керек екенін айтамын. Бірінші причина міне, бірінші себеп ол осындай кейкті. Но бірінші причина. Осылай бүгін мен сіздерге барлық причиналарды айтатын боламын. Let's go. Поздравляй. Достар, қазір біздің оқушыларда топшаға бөліп жатыр. Яғни, егер де Гарри Поттер фильмін қараған болсаңыз, ол жақта бір шляпа бар. Сол шляпаны киген кезде қай факультетке кіретінін айтатын болады. Слизерин. Мына оқушымыз Слизеринға кірді. Мысалы. Он уже счастливый. Гриффиндор, вау. Гриффиндор. Қазір барлық оқушылар тексеріп болғаннан кейін мен өзімді де тексергім келіп тұр, қандай факультетке жататынымды көрейік. Ravenclaw. Қызық. Қазір топқа бөлініп жатыр. Оқушылар осы топтармен бірге маг болып, бірге жиналып, сол бағанаға детективті заттарды шешетін болады. Қазір бізде кешіп келген оқушымыз бар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Не үшін кешіп келесіз? Пробка болды. Алматының пробкалары бар ғой. Гарри Поттердағыдай ұшып келгенде, Да, қазір оқушылар сұрақ міне. Әлі таңдалмаған. Таңдалып қойдыңыз сіз? Қандай факультетке түстіңіз? Мына жаққа түстім. Ол қандай? Білмеймін. Қарамағаныз ба не Гарри Поттер? Ол Слизерин. Қайсы айтасың? Мен де қарамаған. Слизерин. Қазір бізде бәрінің тағдырын шешіп отқан бағанағы шляпа бар ғой. Сол кісі міне. You belong in Ravenclaw.
бәрін тағдырын шешіп отыр. Гриффиндор. Слизерин қойыңызшы келесі. Міне менің өтінішіммен қазір Слизерин қосылады, достар. Күтеміз. Слизерин, қараңыз. Слизерин. Слизерин көрдіңіздер ме? Бұл жақта мен шешем ғой, бұл жақта. Мен шешем. Қазір Гриффиндор түседі, қараңыздар. Кәтінде Гриффиндор түседі. Мен жұмысым жоқ қой, мен андай бос жүрген адам ғой, мен мобилографпын ғой, мен мисс балым. Қалай түсіреді мына? Достар, қазір міне осындай спикинг клабтың ар жағында не болып жатқан? Мынандай бір біліп отыр, 4 карандаш. Вот назад. Алаяқ ұрлама деген сияқты ғой. Қалай дайындық қалай болып жатыр? Үлгеріп жатсыздар ма? Күшті. Өте керемет үлкен дәрежеде өтеді ме? Спикинг клаб? Тема болып жатыр. Все. Ладно. Бізде құндылықта үшінші адалдық емес па? Дұрыс па? Ойымыз. Ильяс сызып жатыр. Кеше сойыз. Кешірдім. Достар, қазір. Ой. Гриффиндорлар өздерінің флагтарын суретін салуда. Мына кісі суретші сияқты. Вау. Сіз суретке қатысқансыз ба? Просто биология таңдаған. Да. Биология таңдаған. Биологиядан бәріміз сурет салдық қой, да? Келесі бізде Слизерин. Вау. Сіздер мынаны бастырып алдыңыздар ма, или өздеріңіз саласыздар ма? Керемет. Көрініп тұр ма ана жаққа? Өте керемет. Прям профессионально. Өте керемет. Мен бірдей салады екен. Келесі бізде мына жақта вообще уже бояп тастаған. Не деп жазатсыздар? Hufflepuff is one of the four boxes of Hogwarts School of Witchcraft. Ау? Сөйлесей? Не сөйлейді? Тост? Құрметті бүгінгі спикинг клабқа келген оқушылар, сіздерді барлықтарыңызға тілейтінім денсаулық, ауырмаңыздар, бақытты болыңыздар. Ағылшын деңгейлеріңізді адвансқа дейін жеткізіп, адванстан кейін тағы бір уровень шығарыңыздар, короче. Сіздердің уровеньдарыңыз новый уровень болсын. D1 деген уровень шығарсаңыздар, короче. So, hi everyone, our faculty is Ravenclaw. She was founded by ability. Wow, hiding room. Okay, next the eagle depicted on the coat of arms of a lot of stronger guys like Harry Potter, Tom Riddle, also. Қарашы қазір не сұрақ шығады екен? Ашам. Мы на старте. Аша атқан жоқпыз, аша атқан жоқпыз. Камера. Оқыз хатты ашқа таштаңыздар, ішінде тапсырмалар бар. Сол тапсырмаларға телефон қолдануға болмайды. Қандай сұрақтар шығып отыр? Көптеген сұрақтар. Қандай? Мынау не дейді, мысалы, what word does this represent? Уақытымыз кетіп жатыр. Мынау. The sun rises in the west. Дұрыс па дейсіз ба? Жоқ, типа тұрфалс. Жоқ, керек та? Осы самый интересный болып тұр мен үшін. West деген қай жақ? Батыс. Батыстан. Басынан бастап. Бәрі жаз қойдық. Қандай сөз? Енді бір сөз. 1A.
Артында ма? Ұстайтын, анау таситын болып кетті қайтер. Айтты ғой. Көрдей ма? Көрдей берсін. Мағынасы білесің ме неге? Это, короче... Алло. Талқылау деген сөздің синоним болады. Мен білмеймін. Какие буквы вообще есть? Какие буквы есть? Я дұрыс. Барлық жаққа бірдей сөз ба, сол қызық болып тұр. Мына жақтан не сөз шығыпты? Таптыңыздар ма? Я тауып жатырмын. Қандай сөз шықты? Қандай? Аллахомара. Все. Барлық жақта бірдей сөз екен. Көмектесеміз ба, көмектеспейміз ана жақта? Көмектеспейміз. Ладно. Неге оны айды қойғансыз? Before? Кім айды қойған? Қайсың айды? Аш деген әріп жоқ қой. H. Мынаны не істедіңіздер? Не бұл? Бір. Қазір деген емес пе? Қайсы? Қазақстанда Нью-Йоркқа түскен бір-ақ адам бар екен дәл қазір. Нью-Йоркқа университетке түскен бір-ақ адам бар екен. Нью-Йорк университет. Нью-Йорктағы университет қой, Куинстағы Сейд Джонс университеті. Қалай түстің? Соны айтып кетші. Вот осы жігіт қой түскен. Қалай түскенде ол қиынға туды енді. Дайындық не керек? Дайындық әрине мотивация ғой. И ағылшын тілі по-любому. Сенімен бірге болған осы жолда? Анам де. Жүзің? Жүзің. Давай. Киндер жерік та. Қолмен бір. Все, бар, отырайыр. Алчыка, қолмен істей берсей. Сен қолың ғой, найерің ғой сен. Давай. Кәр. Маған да ұнады. Өте қатты, өте керемет. Thank you so much for coming, and you can go to the food section there, over there. Let's go! Фуршетке. Түсінбей қалып, фуршетке деген. Фуршет деген. Достар, жүріңіздер, ең керемет. Мен өзім күткен сәт. Тамақ жейтін сәт. Вот. Қазір. Ой, апай, аламай қалдыңыз ба? Дұрыс. Кірамай қалып, ойбай. Қалай екен? Күшті. Жек көріңіз. Ай, қазір аузымдағы таса жеймін. Ой. Қалай екен? Енді жеймей жатырмын. Біз до конца барамыз, а? Жүріңіз, сіздің реакцияңызды көруіміз керекпіз. Yeah, try it. Бағана, итак, инстаграмға бойынша емес, бірен түрім салып қойыпсыздар ғой. Өлі қашан? Жаңа ғана. Қасық бар ма қасық? Қасық? Бүйтіп қолмен жей беріңіз. Қарамаңыздар. Жей басын тода, реакция. Өте дәмді. Мен өзім жасаған болсын. Көріп тұр. Тамақ жеп отқанда кедергі жасамасаңыздаршы. Мына кісі не үшін блокқа жағыласа береді? Қосылдырды ма? Блин. Блоктан көресіз. Біз болмағанда кім
Самый лучший, самый